Зайырлылық мемлекеттік құрылым мен діни институттардың қызметін заң шеңберінде реттейтін құқықтық және саяси ұстаным. Қазақстанда бұл қағида азаматтардың діни сенім еркіндігіне кепілдік берумен қатар барлық діни бірлестіктерге тең қарауды көздейді. Яғни мемлекет үшін ешбір дінді артық көрмейді, ешбіріне қарсы да болмайды. Мұндай құқықтық негіз қоғамдағы діни толеранттылықты арттырып, діни алауыздықтың алдын алуға жағдай жасайды. Сонымен бірге бұл жүйе жастардың бойында сыни ойлау, азаматтық белсенділік пен рухани жауапкершілік қасиеттерін дамытуға жол ашады. Зайырлылық ұстанымы Қазақстан қоғамында діни сенім бостандығын сақтау арқылы конфессияаралық келісімге негізделген бейбіт өмірді қамтамасыз етеді. Бұл қағида дінді шектеу емес, керісінше оны құқықтық өрісте дамытуға жағдай жасау болып табылады. Рухани тәрбие тек діни білім беру ғана емес, ол мәдени, тарихи және этикалық құндылықтарды насихаттау арқылы адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелейтін мақсат етеді. Қазақ халқының рухани мұрасы Абай, Шәкәрім, Әл-Фараби сынды ойшылдардың еңбегінде көрініс тапқан. Зайырлы қоғамда олардың идеяларын білім тәрбие жүйесіне енгізу тарихи сабақтасты сақтаудың тиімді жолы. Сонымен қатар рухани тәрбие мен зайырлылық бір-бірін толықтыратын жастардың әлеуметтік жауапкершілікті рухани иммунитетін күшейтетін құбылыс. Бұл экстремистік идеяларға қарсы тұра алатын қоғам қалыптастырудың басты алғышарттары болмақ.